отбасын сақтап қалатын бірақ жол сен сабыр ет. Өйткені сен қанша оны қолынан келетін нәрсенің бәрін істеп жатсың, бірақ Алла тарапынан бір қиыншылық келді ғой сенің отбасына. Оны жіберіп тұрған кім? Алла Тағала. Ол жерде әйелдің де кінәсі жоқ, ер азаматтың да кінәсі емес та. Қолынан келетін бәрін жасап жатсың. Бірақ соған қарамай қиыншылық келіп тұрса сабыр ет. Біл, ол деген сөз Алла Тағала жек көргендіктен емес. Алла Субхана ва Тағала біздің кемшілік тұстарымызды сынақ келген кезде көре бастаймыз. Сондай жағдаяттар болған кезде біз қадірін біле бастаймыз. Мысалға, денсаулықтың қадірін қашан білеміз біз? Иә? Ал әйел кісінің қадірін қашан білеміз? Үйіне кетіп қалған кезде, иә? Жиналып, қазір үйіне кетіп қалса, заттарын бәрін жинап кеттім мен деп. Жалғыз қалған кезде білесің олардың қадірін қандай екен. Таңертең тұрсаң, иә? Таңға асың дайын тұратын. Қай уақытта келсең, үйің жиналы. Солай ғой. Бірақ оның қадіріне қашан жетесің сен? Сен сол нығметті қадіріне жетпей жүрген кезде, сондай жағдаятқа жетсе, сөйтті Алла Тағала саған сынақ жіберді. Сәл уақыт алып кетеді оны. Енді сабыр ет енді. Сабыр ет, Алла Тағала қайттан қайтарып береді иншалла.